Қоржынымызда бір алтын бар. Қытайдың Чэнду қаласында өтіп жатқан дүниежүзілік жазғы универсиада ойындарында таэквондошы Рита Бәкішева чемпион атанды. 48 елде өнер көрсеткен отандасымыз қарсылас шақ келтірмей алғашқы алтын жүлдені қоржынға салды. Қытайдың Чэнду қаласында дүниежүзілік жазғы универсиада өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Қазақстан құрамасы жарыстың алғашқы күннен жақсы өнер көрсетуде. Гимнастика, ушу, дзюдодан да спортшыларымыз аянбай жеңіс тұғырынан көрінеді деп сенеміз. Бүгін жарық жолына шыққан жас гимнастшы Эльжана Таниева да көпшіліктің қошеметіне бөленді. Спорт және туризм академиясының студенті жекелей сында өнер көрсетіп, жалғыз өзі 3 бірдей медальді қанжығасына байлады. Жалпы дүбірлі додада ел намысын 90 спортшымыз қорғап жатыр, олар бас аяғы 10 спорт түрінен сынға түсуде. Байрақты бәсеке 28-ші шілдеде жалауын желбіреткен болатын. Сол уақыттан бері студент спортшыларымыз 1 алтын, 5 күміс, 5 қола еншілеп, Қазақстан қоржынына жалпы саны 11 медаль түсірді. Жүлденің көбін нысана көздеу шеберлері мен дзюдошыларымыз иеленді. Айта кетейік, 31-ші дүниежүзілік жазғы универсиада 8-ші тамызға дейін жалғасады. Қазақ еліне қола жүлде сыйладым. Негізі бүгінгі мақсатым алтын болған. Қазақ еліне алтын алып берем деп шыққан болатын жарысқа. Өкінішке орай бір-екі қателікте бере алдым өзім. Моңғол палуанмен күрескен кезде. Сол қола медаль бұйырған екен.